Достар, барлықтарыңызға сәлем. Қазір біз Садраддиннен түн әнін гитарада ойнап үйренеміз. Ең алдымен өлеңді тыңдап алайық. Мен өзіме каподастрды өзімнің даусыма ыңғайлы етіп 5-ші латқа қойдым. Егер де сендерде каподастр болмаса, дәл мен айтқан аккордтарды мына жерде де каподастрсыз ойнай аласыңдар. Так, ең бірінші оригинал аккордтардан бастайық. Оригинал аккордтары А, G, F, E аккордтары. Осы 4 аккорд. Егер де мен сияқты дауыстарына ыңғайлы етіп қоямын дейсіңдер, онда 5-ші латқа немесе 4-ке қайсысына қоясыңдар, өздеріне ыңғайлы қойып аласыңдар да бұнағыдай I, G, F, E ойнайсыңдар. Бұл жерде барый аккорд бар. Егер де сендер барый аккорд ұстай алмайтын болсаңдар, онда былай істеуге болады. Мына 4 аккордты мына аккордтармен алмастыруға болады. Бірінші аккорд E, M, одан кейін D, одан кейін C, сосын B7 деген. Осылай. B7 немесе H7. Так, енді қағысты біз былай ойнаймыз. Так, 1, 2, 3, 4. 3 рет төмен ойнаймыз, 4-шісінде төмен жоғары ойнаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осында үйреніп алдыңдар, сосын мына уже аккордтарға ойнап үйренесіңдер. Каждый. Бірінші А, 1, 2, 3, 4, G, 2, 3, 4, F. Одан E. Осылай ойнап үйренгеннен кейін жаймен текстпен бастап айтсаңдар болады. Қазір текст шығады. Атанып қалу, өмірде өз орныңды табу, қатесін алу, жаман емес жақсысын алу, бала кезге бару, бақыттың кілтін тауып, сағынам сол кездерді үніңмен әуеге салып, жақсы болсын сөйлейсің, анаңның басын төрге, барынша қызмет қылу, берілгенім бұл өмірге, дәл өзіңдей анашым, ғашық баланы бірге, әке жайлы айтпаймын, қосамаймын өлеңде. Достар, осылайша Садраддиннен түн әнін гитарада ойнап үйрендік. Егер де разбор ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Келесі разборда көріскенше сау болыңдар.